Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы кім болам? Сенің білетінің мамандық түрлері, сенің меңгеретінің шығарма мазмұнына сұрақтар қоя отырып, қажет ақпаратты тауып белгілеп оқу, талдау жасау, өз бетінше сын тұрғысынан бағалау. Мамандықтар әлемі. Балақай, суреттегі мамандық атауларын қане бірге атап шығайық. Құрылысшы, мұғалім, тазалықшы, дәрігер, аспаз, шаштаразшы, суретші, биші. Ал сен өскенде мен кім боламын деген сұраққа қалай жауап берер едің? Ойлан. Мамандық таңдау деген өзіңнің айналысқың келетін жұмысты таңдау ғана емес, өзің араласқың келетін ортаны таңдау болып табылады. Қаламгермен таныс бол. Шекербек Садыхан, ақын, тілші, 1936 жылы Жамбыл облысының Меркі ауданындағы Қостоғай ауылында дүниеге келген. Әкем менің, Найзағай жарқылдары, Аманжолдың ерлігі, Дүние дәурен, Аққу арман атты жыр жинақтары бар. Бүгін сен Шекербек Садыхановтың Азамат бол өлеңімен танысасың. Суретке қарап, өлеңнің мазмұнына болжам жасап көр. Баланың кім болам деген сұрағына қандай жауап болуы мүмкін? Сұрақ пен өлең тақырыбының қандай байланысы бар?